Ата екеуміз бір жаққа шықтық. Ата қайда шықтық? Центрге, Нокен центріне арасы. Аргендерді тастап кеттік. Ата екеуміз келеміз. Ата Нокен самса жекші? Нокені қыдыртам сені. Барлығын таныстырам. Ата маған жазып жатыр мына жерде. Неге қайнатаңның көлігінің алдына отырып алдың деп. Какое твое дело деп жазып қой. Негізі мен дағы айттым өзім, не отырып алдым десем, ата разрешение берді дейді. Туралы. Ата сіз өзіңіз айттыңыз ғой, иә? Қалаған жерің отырып. Sen менің қызымсың, өзің білеміз. Қыз бола. Біз бүгін қайға келдік? Таудың үстіне. Таудың үстіне емес. Бәлі, башталышы. Давай ма, КамАЗда бейміз атайлы бай. Автоматты сайлайын. Біз біз шыңыма келдік, бір туғанымыздың үйіне. Прям погода сон болып отыр. Салқын, кайф. Да? Бүйтіп алманы істеп аласыздар да. Тұзға бүйтіп матрастар да. Это просто райское наслаждение, ребят, попробуйте. Ребята, смотрите, какой прекрасный вид Джалалабада. Вот ради этого стоит жить и работать, пахать, чтобы отдыхать в таких местах. О, так классно. Это самая большая мотивация для меня, чтобы постоянно отдыхать в таких местах. Бүгін апам туған күні, бұйырса не береді қалауыз. Еш? Интересно. Біз тау жаққа келдік, мына жақ енді кайф салқын екен, прям сүйініп адам. Тосқалы келдіңіз? Тосқалы? Көбісі маған жазып жатыр, Аружан, от чего получаешь лечение деп. Я просто получаю витамины, так как у нас погода ауысқаннан кейін мен ыстықты қатты көтере алмай, давлением түсіп кете береді. Содан кішкене витаминдер алып жатырмын. А то, что вы пишете, беременность, анау деп, енді бұйырсын болашақта, бірақ қазір жоқ. Сондықтан уайымдамаңыздар, бәрі жақсы. Витамин алып кішкене өзіме келіп қалдым.